Бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы ендігі сұрағымыз. Анар ханым, сөйлеу стилі ауызша формасының интонациялық ерекшеліктері жайлы болмақ. Бұған не дейсіз? Міне бұл ең интонацияның құралдарына бай стильдік тармақ десек те болады. Ауызша формасы, осы стильде жүзеге асқан сөздің ауызша формасы. Сондай құбылғыш болады. Тіпті оны сіз алдын ала болжай алмайсыз оның қандай болатынын. Сөйлеп тұрған адам, енді сізді танитын адам болғандықтан, өйткені өзіңіз білесіз, сөйлеу тілі тек қана бірін-бірі танитын адамдар арасында екеу ара болады көбінесе. Енді танымайтын адамдар арасында болып жатса, ол стильдің ішінде ресми қарым-қатынасқа тән элементтер көп болады. Мысалы, сіз көлікте бейтаныс адаммен сөйлессеңіз, сіз кішкене оған тартынып сөйлейсіз, танымайтын адам болған соң тиісті жаңағы ресми қарым-қатынастағы клишелерді қолданасыз, қаратпаларды қолдануыңыз мүмкін. Ресми қарым-қатынас, мысалы, апай деп айтуыңыз мүмкін, Ал егер сіз оны танитын адам болсаңыз, оған айналайын апатайым деген сияқты неше түрлі басқа қаратпаны қолданасыз. Міне осы. Енді сөйлеу стилінің ауызша формасы қай кезде жүзеге асады дегенде, ол тұрмыстық аяда жүзеге асады. Тұрмыстық аяда екеу ара қарым-қатынас дедік, бірін-бірі танитын адам болсын, бұл жерде мағынаны грамматикалық формалар арқылы жеткізудің басы артық болып табылады. Ол туралы біз мысалдарымызда көп айттық. Мысалы, осы аптада көлігіңді жөндеп, міндетті түрде ана ауылдағы біздің үлкен әжеміздің үйіне барып қайт деген грамматикалық ұзын сөйлем. Бұл ақпарат толық жеткізіп тұр. Енді сіз осы ақпаратты өзіңіздің қасыңызда тұрған ініңізге қалай айтасыз? Көлікті жөнде, әжеміздің үйіне барып қайтайық. Болды. Ол оны түсінеді. Қай әже, қай жерде, қай ауылға баратынын оның бәрін түсінеді. Міне, сөйлеу тіліне осындай құрылымдардың неғұрлым ықшам формалардан, ал енді өздеріңізбен өткен сабақтарда айтқанымыздай, құрылымның формасы неғұрлым ықшамдалған сайын, оның интонациясы соғұрлым байи түседі, көркемделе түседі. Өйткені жаңағы грамматикалық сөздер, грамматикалық формалар жеткізбей тұрған мағынаны интонация өзінің еншісіне алып жеткізеді. Сөйтіп интонация күрделенеді. Осы сөйлеу интонациясына қатысты тағы бір мысал келтіріп кетесіз бе? Мында бір жақсы Ғабит Мүсіреповтің шығармасынан үзінді бар екен. Бұл енді көркем әдебиет жанрындағы мәтін ғой бұл. Дегенмен мен бір сөзімде айттым, көркем әдебиетте кейіпкердің характерін жеткізу үшін, болып жатқан жағдаятты шынайы өмірге жақындату үшін сөйлеу тілінің элементтерін көп пайдаланады. Әсіресе кейіпкерлердің диалогы таза сөйлеу тіліне тән формада құрылады. Мысалы, осыны қазір оқысақ, мынандай интонациямен оқимыз. Бір кішкентай үзінді диалогтан. Көмір, қане, қандай екен? Кәдуілгідей болады, қандай болушы еді? Нағыз тас көмір. Қаттысын көрдің бе өзінің? Осыны кеміретін боламыз да? Тісте керек болар бұған. Бұл жерде жаңағы лепті интонацияда тұр, сұраулы интонацияда тұр. Бұл жерде пауза да бар, бұл жерде дауыстық қаттылығын күшейту да бар, қарқынды баяулату да бар, қарқынды жылдамдату да бар. Интонациясы сондай қанық болады сөйлеу тілінде. Бұл енді көркем әдебиет мәтіннен алынғандықтан ішінде кейбір образды сөздер бар, ал тірі кәдімгі коммуникацияда, күнделікті өзіңіз естіп жүрген сөзде интонация бұдан да алуан түрлі болуы әбден мүмкін. Анар ханым, сөйлеу стилінің ауызша интонациясының ерекшеліктері жайлы біраз мағлұматтарға қанық болдық. Көп рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.